Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін біз осындай керемет дәмді болып шығатын блинчик дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Енді блинчик жасауға кірісейік. Біріншіден 3 жұмыртқамызды жарып, 3 столовый ложка қантпен, жарты чайный ложка тұзбен үшеуін жақсылап араластырамыз. Екі жүз грамм ұнымызды екі бөліп салатын боламыз. Бөлме температурасында тұрған 200 мл сүтіміздің жартысын құйып, жақсылап араластырамыз да, кейін тағы да ұнымызды қосып, тағы артынан сүт қосатын боламыз. Түйірші қалмайтындай етіп жақсылап араластырып аламыз да, соңында 200 мл қайнап тұрған суымызды құйып, артынан 3 столовый ложка сұйық майымызды құятын боламыз. Блинчиктерімізді қысып тұрған сковородкада екі жанынан қызартып пісіріп алатын боламыз. Мінекей блинчиктарымыз дайын. Өз қалауларыңызша әсемдеп, сәндеп дастарханға қойсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.